Бірінші жағының николада тұрған меткаларын бойынша бастырып аламыз да, солай реверсі тақып шығамыз. Ал екінші жағына осылай аударып аламыз да, профына бір-біріне қойып, текстер бәрі бір-біріне келіп, осылай қойып шығамыз әдемілеп. Енді тура сол ручкамен тура ортасына точкалар қойып шығамыз. Енді сол точкаларымызды өткір чипчикпен плюсик сияқты қып, тура солай қиып шығамыз. Міндетті түрде плюсик болу керек. Енді люверсінің ең үлкен қалыңын астына қоямыз да, оң бетін астына қаратып, подкладын үстіне қаратамыз да, жіңішкесін осылай төбесіне қойып, аппаратымызды басамыз. Міне, люверсі дайын. Қалғандарында дәл осылай тағып шығамыз.